Сәлеметсіздер. Бүгін мен сіздерге Batel компаниясының керемет өнімдерінің бірі болып саналатын бал қарағай шайыры, яғни живица кедровая, сокровища Алтая, ыс мумьёй деген осы өнімді таныстырып кеткім келіп тұр. Міне, осындай әдем коробкада тағы адамдарға сыйласа да керемет 65159 деген код бар. Тағы да осыны сатып алғаннан кейін 2 жылдың ішінде қолдануыңызға болады. Сондай сақталу процестары өте тамаша келген. Міне осындай жаңағы әдем май түрінде келген бал қарағайдың шайыры дегеніңіз осы. Бұл енді таптырмас керемет жаңағы витаминдік жаңағы қоспалары бар. А, Д, Е, Ф, сосын кейін группа Б-нің 1, 2, 3, 4, 5, 6, Б12 деген витаминдардан тұрады. Көрдіңіздер ма? Сосын кейін бұл жерде жаңағы полиненасыщенный жирный кислота деп айтамыз ғой. Сол таптырмас аминокислоталарыңызда бар. Ал енді макро-микроэлементке келетін болсақ, бұл жаңағы бал қарағай шайырыңызда кәдімгідей магний да бар, фосфор да бар, калий да бар, цинк бар, натрий бар, йод бар, марганец бар, и жаңағы темір, железамыз да бар, мед. Осындай керемет жаңағы макро-микроэлементтен тұрады. Ал енді қысқаша ғана қандай жаңағы өнімдер қандай ауруға жақсы әсерін тигізеді деп сұрайтын болсаңыздар, оны да айта кетейін. Бұл енді арқа белдің ауырған, буын-буынның сырқыраған, сосын кейін жаңағы мына жарақат алып қап жатсаңыз, немесе бір аллергия бола қап, еттеріңізге бір қайдақ-жайдақ бөрткен шыға келсе, қандай да бір жаңағы қызарған жаралар шыға келсе, немесе жаңағы бір қолды тіліп алған, кесіп алған деген сияқты жағдайлар болып жатса, онда жаға қоятын болсаңыздар, сырттай қолданғанда да күшті әсерін тигізеді. Ал енді бұл гастрит, колит, язва, дисбактериоз дегенге өтті таптырмас өнім болып есептелінеді. Қалай жаңа гастритқа көмектеседі, қалай колитқа десеңіздер, қалай язваға десеңіздер айта кетейін. Бұл енді жаңағы гастрит болып кеттім ойбай дейді, жаңағы мына адамның өті толады, сосын асқазанға жаңағы құйылады. Өт деген өзі ашыт нәрсе. Сөйтіп отырған кезде жаңағы өттің жолын тоқтатып, мына өттің асқазанға қайта запыран болып құйылмауын қадағалағанның орнына асқазан дегене больница емдей береді. Сол кезде ол кісінің асқазаны емделмей, одан сайын жаңағы мына өттен құйылған, асқазанға құйылған қызартып жатқаныңыз одан сайын қызара береді да, сосын кейін қызарғандарды бұлар эрозия деп айтады медицина. Енді қызарған жеріңіз қайта ашыт нәрсе құйылып төгіле бергеннен кейін, ол өттің кесірінен, төгіліп жатқан ашыттың кесірінен өттегі ол жаңағы кәдімгідей қып-қызыл болып жарадан енді жан-жағы кәдімгідей ауырып, мына тесіле бастайды екен. Сөйтіп тесіле бастаған кезде медицина ойбай асқазаныңызда язва бар, яғни асқазаныңызда жара бар деп шыға келеді екен. Сонда біз жараны емдегеннің орнына жараны емдейміз да больница біздің жаңағы өтімізді емдеп білмейді да, бізді осылай жаңағы улы дәрілермен одан сайын улап жағдайымыз кетіреді екен. Ал мына жаңағы сокровища Алтая, бал қарағайдың шайыры, бұл енді өзінің жаңағы бай осындай витамин қасиетімен бұл асқазанға барып жаңағы емдік қасиетін жүргізген кезде біздің өттің де бауырдың да жолдарын реттей бастайды. Сосын кейін өттен жаңағы асқазанға ешқандай ашты жаңағы запырандарыңыз, ашты жаңағы өттеріңіз құйыла бастамайды. Соны тоқтатып тастаған кезде жайлап мына қызарған, немесе жаңағы мына жаңағы жара болып қалған асқазаныңыздың сол жерлеріне мына май ішкен сайын барып, өзінің емдік қасиетін беріп, тез жетілдіріп, қалпына келтіреді екен. Көрдіңіздер ма? Одан кейін тұмау сырқаудың кезінде, жаңағы ОРВИ дейді, мысалы жұқтырмалы бір аурулар, жаңағы инфекционный бір аурулар болып қалса, жаңағы қандай да бір жағдайда бала барып садиктан ауырып келе қалса, соның барлығында бұл жаңағы өте тез көмегін көрсетеді. Міне, қазір ашып сіздерге де көрсетейін. Енді бұл нерв жүйесіне де өте жақсы әсерін тигізеді. Кәдімгідей мына баланың қолына тисе де деңізші, мына өте жақсы неметіп тұрады, қақпағы жабылып тұрады. Сондықтан бұны үлкен кісінің өзі
әрең ашат десеңіздер болды. Міне қазір менің өзім деп әрең ашып жатырмын. Міне өйткені сондай бір защищенный колпачоктар бар да, мына өзінің жаңағы ішінде мына жаңағы бір жауып қойсаңыз бала оңайшылықпен аша алмайтындай жағдайға жеткізіп қояды. Ол дегеніңіз өте тамаша. Онысына мен қатты риза боламын. Өйткені бәрімізде жаңа кішкентай немерелеріміз бар, бәрімізде кішкентай балалары бар. Ол алып қолданып қойып ішіп қоятын болса қиын болушы еді мысалы, иә. Қаншақты мен баланың аты бала ғой. Міне осындай түсі бар. Көрдіңіздер ма? Міне осындай майлы түсі бар. Сосын кейін тура біздің бала кезіміздегі жаңағы сағыздың мына ненің ағаштың біз сағыздарын шайнаушы едік қой, ағаштың шайыры деп. Тура сол жаңағы балқарағайдың өзінің шайырының дәмі шығады. Өте тамаша өнім болып есептелінеді. Қолданып алдым міне, бірақ та тілімнің астына ұстап отырмын. Қақпағын жауып қояйын. Қазір мына қақпақты мен жай деп қана жаптым, иә. Енді біраз уақыттан кейін ашайын деген кезде жаңағы сияқты қара күшпен ашатын боламын. Сондай защитасы бар. Міне осындай таптырмас өнім болып табылады. Бұны енді жаңағы ас су тамақтан бұрында болсын, кейінде 1-2 сағаттан кейін болсын, өздеріңіздің қалаған уақыттарыңызда жай жаңағы бір чай ғана қасықпен шайқап міне жақсылап шайқап жіберіп, өйткені концентраттар ғой. Сондықтан шайқап жібересіз да 3 мезгіл сол жаңағы бір кіте қасықпен ішіп алатын болсаңыздар тамаша әсерін тигізеді. Енді сырттай да жаңағы массаж жасап, сырттай да жаңағы бір жарақат алып қалған сияқты, иә, немесе аллергия болған сондай жердерге қолданатын кезде сіздер жағып алып массаж жасап қолданатын болсаңыздар, сырттай да емдік қасиетін береді. Сонда іштей де емдік қасиетін беріп отыр, сырттай да емдік қасиетін беріп отыр. Осындай керемет таза табиғи өнімді сіздер жаңағы бәтелден табасыздар. Бұл өнімнің бағасы 2815 теңге. Ем болсын, шипа болсын.